Ал оқушылар, бүгін сіздермен халық әні Қара жорғаны үйренетін боламыз. Ең бірінші толық нұсқасын тыңдайық. Қара жорға болмаса, бидің сәні келер ме? Қос етек көйлек кимесе, қыздың сәні келер ме? Алған еке жолдастар, би билейік той бастар. Той дегенде дейді екен, домалайды қу бастар. Қара жорға, 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 қара жорға, жорға, жорға. Бұл ән бастан аяқ өзгеріссіз қайталана береді. Бірінші буынын талдайық. Төртінші нүктеде екі саусаққа төмен, жоғары. Бір саусағымыз үшінші нүктеге барады. Төмен, жоғары. Қайтадан төртінші нүктеге қайтып келеміз. Төмен, жоғары, бас бармақ. Қанекей тағы да қайталайық. Саусағын айтамын. Екі, бір саусақ үшінші нүктеде. Қайтадан екі саусақ, бас бармақ. Екінші буыны үшінші нүктеге бір саусаққа барады. Үш қағыс жасаймыз. Төмен, жоғары, төмен. Екі саусаққа жоғары, қайтадан бірге. Төмен, жоғары, бас бармақ. Ал тағы да қайталайық. Бір, екі саусақ. Бір, бас бармақ. Үшінші бөлімі екі саусақта қалады. Екі, бес саусақ. Екі саусақ, бас бармақ. Қанекей тағы да қайталайық. Төмен, жоғары, бес саусаққа төмен, жоғары. Екі саусаққа төмен, жоғары. Бас бармақта бір қағыс. Төртінші бөлімі қайталау. Біз бұл жерін білеміз. Бір саусаққа үш қағыс, екіге жоғары, қайтадан бас бармақ. Қанекей тағы да. Бір саусақ үшінші нүктеге. Төмен, жоғары, төмен, екіге жоғары, бірге төмен, жоғары, бас бармақ. Және соңы бес саусақ, жетіге санаймыз. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті. Тағы да. Бір, екі, үш, төрт, бес, алты, жеті. Егер оқушылар ересектеу болса, онда сал күрең күйін қосып жіберуге болады. Деп өзіңіз шамаға қарай, бұл жерде оқушылардың деңгейіне орай шамасына импровизация жасап жіберуге болады. Ол сіздің еркіңізде. Ал менікі бірінші сыныптың оқушылары болғандықтан, оларға күрделі нәрсе беріп қажет емес. Сондықтан мынау қарапайым қағыста қала беремін.